Мойным шағын отаным атты республикалық интеллектуалдық конкурсының қатысушысы. Дәнеш Рақышұлы атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен. Коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 9 сынып оқушысы Хайролда Ақнұр Қуанышқызы. Тауды ауылы, туған жердің мақтанышы. Менің туған жерім Жетісу облысы, Панфилов ауданына қарасты Талды ауылы. Менің ауылым тарихы тереңде жатқан, табиғаты көркем, еңбекқор халқы бар мекен. Географиялық орналасуына тоқталып өтер болсам, Талды ауылы Жаркент қаласынан шамамен 13-16 шақырымдай жерде, Өсек өзенінің бойында орналасқан. Бұл аймақтың табиғаты ерекше әдемі. Көк майса даласы, жасыл ормандары мен мөлдір сулары ауылға ерекше сұлулық береді. Ауылымның тарихына тоқтала кетер болсам, ауылдың негізі 1947 жылы қаланған. Бұрынғы атауы Ясновка. Бұл атау ауыл маңындағы орманды алқаптармен байланысты болған. Кейін ауылдың атауы Талды болып өзгертілді. Бұл атау жергілікті табиғатпен тығыз байланысты. Талы көп жер деген мағына береді. Қазіргі таңда ауыл тұрғындарының саны 5000-ға жуық деп есептелінеді.